Hello. Қалайсыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін бізде YouTube-тағы 15-ші сабағымыз практикаға арналған Present Simple-ға қатысты сабақ. Сол Present Simple-дың ішінде әрекет жоқ. Сіз жаңадан осы видеоны көріп жатсаңыз, мүмкін теориясын түсінбейсіз, бұл жерде тек қана практика болады. Сол үшін теориясын білгіңіз келсе, алғашқы 4 видеоны көріңіз, сол жерде анық болады, түсінбесеңіз. Ал біз осы практикамызды жалғастырайық. Бұл жерде практика қалай өтеді? Мен ағылшынша сөйлемдерді айтпаймын, бірінші қазақшасын айтамын. Мысалы, бүгін күн бұлтты деймін. Бүгін күн бұлтты. Соны сізге 1-2 секунд берем, сол сөйлемді ағылшыншаға аударғанға. Содан кейін сіз оны аударасыз да. Содан кейін мен 1-2 секундтан кейін ағылшыншасын айтамын. Мысалы, күн бұлтты деймін де, 1-2 секунд бердім сіздерге. Содан кейін today the day is cloudy дейміз. Today the day is cloudy. Сонда сізге осындай практика болады. Бұл видеоны міндетті түрде көріп отырудың қажеті жоқ. Жүріп, шаруаларыңызды жасап, үйді жинап, сабақтарыңызды оқып, машинада кетіп бара жатып, көлікте кетіп бара жатып, осыны тыңдасаңыздар болады. Сол бастайық. Бірінші сөйлеміміз ол машина үлкен. Бүгін біз сын есімдерді алғашқы уақыт сабағымыздағындай осы практикамызға қосамыз, сын есім олар adjectives. Бірінші сөйлеміміз машина үлкен. Қалай ағылшынша айтамыз? Машина үлкен. Айтып көріңіздер. The car is big. The car is big. Егерде the car is a big деп айтсаңыздар, бұл қате. Не үшін? Себебі article an тек қана сын есімге жалғанбайды. Article an санай алатын жекеше бір зат есімге болмаса, сын есімге, бірақ ол сын есім тағы зат есімге жалғанып тұрса, тек қана сондай жағдайда келеді, екі жағдайда. Ал тек сын есімге жалғанбайды. Сонда the car is a big, ол қате. Келесі сөйлеміміз. Ол үлкен, яғни машина the car деген сөзді олмен ауыстырып тастасақшы, есімдікпен. Сонда ол үлкен, машина туралы айтып тұрмыз, ол үлкен. Ол үлкен. It is big. It is big. It is big. Айтып көріңіздер. It is big. It is big. Үй кішкентай. Үй кішкентай. Айтып көріңіздер ағылшынша. The house is small. The house is small. The house is small. Үй кішкентай. The house is small. Ол кішкентай, яғни үй туралы айтып жатырмыз. Ол кішкентай. Қалай болады? Айтып көріңіздер. Ол кішкентай. Зат есімдерге қандай есімдік қолданамыз? Дұрыс, etті қолданамыз. Да? It is small. It is small. It is small. Айтып көріңіздер. Қайталаңыздар. It is small. Дұрыс. Келесі сөзімізге. Сөйлемімізге. Телефон ескі. Телефон ескі. Осыны айтып көріңіздер. Телефон ескі. The phone is old. The phone is old. The phone is old. Телефон ескі. Ол ескі. Ол ескі, яғни телефон туралы айтып жатырмыз. The phone десек болады, болмаса the phone'ның зат есімнің орнына есімдікті қойсақ болады. Қандай есімдікті телефонға қатысты қолданамыз? Айтып көріңіздер. Ол ескі. Ол ескі. It is old. Etті қолданамыз зат есімдерге, жекеше түрде келетін зат есімдерге etті қолданамыз. It is old. It is old. It is old.
Ер адам жас. Ер адам, адам, жас. Ер адам жас. The man is young. The man is young. The man is young. Young деген жас дегенді білдіреді. Өтініш, young деген жас деген сөздің соңындағы G келеді. Оны G әріпі. Оны біз G деп айтпаймыз. Young деп айтсаңыз, ол қате. Бұл жерде дұрысы қазақша ыңы. Young, young, young. Young қате, young. Сонда the man is young. The man is young. Енді ол жас деп айтып көрейік. Ол жас. Ол жас. Қалай ол ер адамға? He is young. He is young. He is young. Менің шалбарым жана. Менің шалбарым жана. Менің шалбарым жана. Қалай болады? My pants are new. My pants are new. Бұл жерде pants американдық ағылшын тілі. Өзімкі американдық ағылшын тілі болған соң осы сөздерді қолданып жатырмын. Британдық ағылшын тілінде шалбарды trousers дейді. Біліп жүрдіңіздер. My pants are new. My pants are new. My pants are new. Болмаса олар жана деп шалбарға қатысты. Олар жана. Олар жана. Олар жана. Қалай айтамыз? Шалбар. Жана. Өзінің шалбары. Енді ағылшын тілінде pants әрқашанда көпше түрде келеді. Бір парасы да S-пен аяқталады, және бірнешеуі де S-пен аяқталады. Мысалы, шорты дейміз ғой, шорты. Шорт демейміз ғой, шорты. Көпше түрде келеді, бір параның өзде. Сол сияқты ағылшын тілінде де бір парасы көпше түрде келетін, S-пен аяқталатын жағдайлар бар. Мысалы, шалбар, my pants. Олар жана. They are new. They are new. They are new. Жейдем ақ. Жейдем, менің жейдем ақ. Менің жейдем ақ. Айтып көрдіңіздер осыны ағылшынша? My shirt is white. My shirt is white. My shirt is white. My shirt is white. Ол жана, яғни жиде туралы айтып жатырмыз. Ол жана. It is white. It is white. Ол жана. It is white. It is white. Ол жана. Келесі. Мотоцикл тез. Мотоцикл тез. Айтып көріңіздер. The motorcycle is fast. The motorcycle, мотоцикл деп айтпаңыздар. Дұрысы, motor, байқасаңыздар, motor деп жатқан жоқпын. Американдағы ағылшын тілінде ортадағы т тез оқылғанда, егерде т келсе сөздің ортасында және сол т-ның екі жағында дауысты екі әріп болса, мысалы бұл жерде ОО ғой, екі жағында тұр. Онда сол т р-ға айналып кетеді. Сонда бұл жерде motorcycle десеңіз болады, бірақ көбінесе американдағы ағылшын тілінде р болады, оқылады. Мысалы motor, көрдіңіз бе? Motor. Flat T дейді. Motorcycle is fast. The motorcycle is fast. The motorcycle is fast. Келесі. Ол тез. Яғни бұл жерде мотоцикл туралы айтып жатырмыз. Мотоциклдің орнына ол деген есімдікті қойып жатырмыз. Ол тез. Ол тез. Айтып көріңіздер. It is fast. It is fast. It is fast. Келесі сөйлеміміз пойыз ақырын. Пойыз ақырын. Қалай? Айтып көріңіздер. Пойыз ақырын.
The train is slow. Slow деп айтып көріңіздер. Slow. Ақырын дегенді білдіреді. The train is slow. The train is slow. The train is slow. Ол ақырын, яғни бұл жерде пойыз туралы айтып жатырмыз. Ол ақырын. Ол ақырын. Айтып көріңіздер. Ол пойызға, бір пойызға қалай айтамыз? It is slow. It is slow. It is slow. Байқасаңыздар, мен it пен is'ді, болмаса басқа жерде they мен are'ды, there деп, it's деп қысқартып жатқан жоқпын. Себебі бұл әлі бастапқы деңгей болған соң, ең оңай түсінікті түрінде сөйлемдерді сіздерге жеткізіп жатырмын. Содан кейін ақырындап сөздерді қысқарта бастаймыз. Ағылшын тілінде жиі қысқартылады сөздер. Ол ақырын, it is slow. It is slow. Пойыздар ақырын. Енді көпше түрде келіп тұр. Пойыздар ақырын. Пойыздар ақырын. Айтып көріңіздер. The trains are slow. Пойыздар ақырын. Пойыздар ақырын. The trains are slow. The trains are slow. Олар ақырын. Яғни пойыздар туралы айтып жатырмыз. Олар ақырын. They are slow. Оларды біз they'ді тек қана адамдарға емес, жануарларға да көпше түрде келген, болмаса мекендерге көпше түрде айтылып жатқан, болмаса заттарға көпше түрде келіп жатқан, соларға да қолданамыз. Ұмытпаймыз. Сонда they are slow. Олар ақырын. Қыз әдемі. Қыз әдемі. Қыз әдемі. Айтып көріңіздер ағылшынша. The girl is beautiful. Beautiful. Beautiful деп айтпаңыз. Алдында айттым ғой ережені. Ортадағы ти келсе, екі жағында дауыста екі әріп болса, бұл жерде A мен I тұр, онда beautiful болып кетеді. Beautiful. The girl is beautiful. Бұл американдық ағылшын тіліндегі ереже. The girl is beautiful. The girl is beautiful. Ол әдемі. Қалай болады? Ол әдемі. Жаңағы яғни қызға қатысты болып тұр, Ол әдемі. She is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. Ол әдемі. She is beautiful. She is beautiful. Енді қыздар әдемі. Көпше түрде. Қыздар әдемі. Айтып көріңіздер. The girls are beautiful. The girls are beautiful. The girls are beautiful. Қыздар әдемі. The girls are beautiful. Олар әдемі. Олар әдемі. Олар әдемі. They are beautiful. They are beautiful. Олар әдемі. Енді ер адамға біз beautiful'ды қолданбаймыз. Beautiful әдетте қызға жүретін сөз. Ал арнайы ер адамдарға қолданатын сөз ол handsome. Handsome деген әдемі, енді симпатичный дейді орыс тілінде, жігіттерге. Он симпатичный. Сол сияқты ағылшыншада біз ер адамға, әдемі ер адамға біз handsome дейміз. Сонда ол, мысалы бұл жерде ол әдемі. Қалай болады? Ол әдемі. Жаңа сөздер болып жатса, жазып алыңыздар видеоны тоқтатып. Ол әдемі. He is handsome. He is handsome. Т оқылмайды handsome-да. Handsome емес, handsome. He is handsome. He is handsome. Ол әдемі. Енді he-дің орнына ер адамның атын қояйық. Мысалы, Anthony Hopkins деген актер бар ғой. Мысалы, Anthony әдемі. Anthony әдемі. Is handsome. Anthony is handsome. Келесі. Мысық әдемі емес. Енді қазақша әдемі емес деп келеді. Мысалы, орысша бұл сөздің аудармасы ужасный болады. Ужасный. Кошка ужасная. Кошка ужасная. Қазақшасы мысық әдемі емес. Сонда қалай болады ол?
The cat is ugly. Ugly деген сөз бар. Ужасный. The cat is ugly. The cat is ugly. Енді all страшный. All мысықты. The cat орнына all'ды қолданып жатырмыз. It is ugly. Yeah, it is ugly. It is ugly. It is ugly. It is ugly. Келесі. Машина үлкен. Машина үлкен. Машина үлкен. Айтып көріңіздер. The car is big. The car is big. The car is big. Машина үлкен. Бұл болымды сөйлем. Енді сұрақты сұрайық. Сұрақ. Машина үлкен бе? Машина үлкен бе? Is the car big? Is the car big? Is the car big? Машина үлкен бе? Is the car big? Келесі сөйлеміз. Үй үлкен, үй кішкентай емес. Үй кішкентай емес. The house is not small. The house is not small. The house is not small. Үй кішкентай емес. The house is not small. Үй кішкентай ма? Үй кішкентай ма? Қалай болады? Is the house small? Is the house small? Үй кішкентай ма? Is the house small? Келесісі. Ұмытпаймыз, сұрақ болғанда әрқашанда am is are бірінші орынға келеді, сонда сөйлемнің басына тұрады. Солай біз сөйлем құрап жатырмыз. Телефон ескі емес. Телефон ескі емес. The phone is not old. 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 Телефон ескі ма? Телефон ескі ме? Қалай болады? Сұрақ сұрап жатырмыз, Телефон ескі ме? Ескі ме? Is the phone old? Is the phone old? Ер адам жас емес. Ер адам жас емес. Ер адам жас емес. The man is not young. The man is not young. The man is not young. Yeah, the man is not young. Келесі. Ер адам жас па? Ер адам жас па? Сұрақ сұрап жатырмыз. Is the man young? Is the man young? Ер адам жас па? Is the man young? Келесі сөйлеміз. Менің шалбарым жаңа емес. Менің шалбарым жаңа емес. My pants are not new. My pants are not new. My pants are not new. Менің шалбарым жаңа ма? Менің шалбарым жаңа ма? Менің шалбарым жаңа ма? Қалай? Are my pants new? Are my pants new? Are my pants new? Are my pants new? Менің жейдем ақ емес. Менің жейдем ақ емес. My shirt is not white. My shirt is not white. My shirt is not white. White. White емес, white. White. Байқасаңыздар,
white деп айтпайсыз. Мына т жұтылып кетеді, иә, айтылуында. White. Көрдіңіз бе? My shirt is white. White деп тұрған жоқ. Байқаңыздар. Ол тез ба? Ол тез ба? Ол тез ба? Is it fast? Is it fast? Is it fast? Ол, бұл жерде еттің орнын, ол деген сөздің орнын ет алып тұр. Is it fast? Ол тез ба? Келесі. Мотоцикл тез ба? Мотоцикл тез ба? Is the motorcycle fast? Is the motorcycle fast? Is the motorcycle fast? Поезд жаңа емес. Ой, поезд ақырын емес. Поезд ақырын емес. Ақырын емес. Мен жаңаны жазып келе жатырмын. Поезд ақырын емес. Поезд ақырын емес. The train is not slow. Қайталап көріңіздер. The train is not slow. The train is not slow. Поезд ақырын ба? Поезд ақырын ба? Сөйлемнің басында эмизар келеді, сұрақ жасағыңыз келсе. Is the train slow? Поезд ақырын ба? Is the train slow? Келесі. Қыз әдемі емес. Қыз әдемі емес. The girl. Қай қыз деп жатпаңыздар. Мен алдыңғы болымды сөйлемде қыз әдемі дегенді болымсыз қылып жатырмыз. Бұл жерде ешқандай біреу туралы айтып жатқан жоқпыз. Сондай комментариялар кетеді. Алдында рашгардты киген ғой, күрестің арнайы киімі. Сонымен видео түсірсем, TikTokта оған астына көп адамдар жазыпты. Сізде татуировка бар ма деп. Сіз не үшін татуировка жасағансыз деп. Сол сияқты ғой. Алдын ала жатырмыз. The girl isn't beautiful. The girl isn't beautiful. Қыз әдемі емес. The girl isn't beautiful. Қыз әдемі ма? Қыз әдемі ма? Is the girl beautiful? Is the girl beautiful? Қыз әдемі ма? Қыздар әдемі ма? Қыздар әдемі ма? Көпше түрде. Айтып көріңіздер ағылшынша. Қыздар әдемі ма? Are the girls beautiful? Are the girls beautiful? Are the girls beautiful? Қыздар әдемі ма? Ол әдемі емес, яғни ер адам. Ол әдемі емес. Ол әдемі емес. He is not handsome. He is not handsome. He is not handsome. He is not handsome. Ал қараңыздар, егер де осылай жазсамшы. He is not a handsome деп article еді қосып жүрсек. Дұрыс па бұл? Кім айтады? Кім айтады? He is not a handsome. Ол қате, себебі article an тек қана сын есіммен жүрмейді. An ол тек қана жекеше түрде келген зат есім, өзімен сол зат есім болса, болмаса сын есіммен сол зат есім бірге келсе, сол кезде екі жағдайда қолданылады. Жекеше түрде келген зат есімге. Ал тек сын есімге жүрмейді. Сол үшін бұл he is a handsome, бұл қате. Ұмытпаңыздар, шатаспаймыз. Келесі сөйлеміміз. Қай жерге келдік? Ол Anthony деген ер адамның есімі. Anthony әдемі ма? Привлекательный ли Anthony? Anthony привлекательный?
Is Anthony handsome? Is Anthony handsome? Is Anthony handsome? Yeah? Сұрақ. Келесі. Мысық. Енді ugly'ді біз страшный деп аудардық, иә? Мысық страшный емес енді. Орысшамен араластырып жібердік. Мысық страшный емес. The cat is not ugly. The cat is not ugly. The cat is not ugly. Yeah? The cat is not ugly. Мысық страшный ма? Yeah? Мысық страшный ма? Is the cat ugly? Is the cat ugly? Машина үлкен бе? Айтып көріңіздер, машина үлкен бе? Is the car big? Is the car big? Is the car big? Машина үлкен емес. Машина үлкен емес. Машина үлкен емес. The car is not big. Машина үлкен емес. The car is not big. The car is not big. Бұл досымен біздің қаншаншы бұл не сабағымыз еді? 15, иә. 15 сабағымызды бітірдік. Сол достар үй тапсырманы жасаңыздар. Осы сөйлемдерді айтып кеткен мен комментарияға осы видеоның астында жазып кетем. Соны сіздер комментарияға көшіріп, қазақшасын аударып жасаңыздар. Жарай ма? Мен тексеруге тырысамын. Сол үй тапсырма. Ағылшыншасын қазақшаға аударып көріңіздер. Жақсы, келесі видеоға шейін сау саламат болыңыздар.